Математикалық сауаттылық бірінші есеп. Ұлы мен әкесінің жастары берілген. Әкесі қанша жылдан кейін ұлынан 3 есе артық болады дейді жасы. Әкесінің жасы 31-де болса, онда қандай да бір уақыт өткеннен кейін оның жасы бір уақытқа қосылады. 31 плюс т болады. Ұлы да дәл сонша жылдан кейін 7 плюс т болады. Енді әкесі мен ұлының қатынасы 3 болу керек. Яғни әкесі 3 есе үлкен болу керек. Енді есепті ары қарай жалғастырсақ, 31 плюс т тең болады 21 плюс 3 т. Осы жерден т-ны табатын болсақ, 5 жыл. Яғни 5 жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 3 есе үлкен болады. Жауабы А болады. Екінші есепте бізде көріп тұрғандарындай квадрат берілген. 3-те 3 өлшемде. Осыдан бізде әрбір жол мен әрбір бағанда, яғни қатар мен бағанда 4, 2, 3 деген сандар бір рет қайталанып қана жазылу керек. А мен Б-ның мәндері қосындысы нешеге тең екен. Енді бізде 2 деген санымыз мына жерлерде жазыла алмайды. Мұнда 2 жазыламаса, 4 онсыз да бұл қатарда бар. Демек бұл жерде 3 болады. 2 мына жерге барады. Енді 3-ті мына жерге де жазамыз. Өйткені 4 бар. Мына жерде онда 2 болады. 3 пен 2 болса, онда екінші бізде қатарымызда, бағанымызда Б-ның мәні 4-ке тең болады. Яғни 4 деп жазып қойсақ, мұнда 3 болса, А-ның мәні 4-ке тең. Сонда А мен Б-ның қосындысы 4-ті 4-ке қосқанға тең. Жауабы 8. Д болады. Үшінші есепте аулада тауықтар мен қояндар жүр. Олардың саны 15, ал аяқтарының саны 42 дейді. 44. Аулада қанша қоян бар екенін табуымыз керек. Енді бұл есеп табу үшін теңдеулер жүйесін құрамыз. Теңдеулер жүйесі бойынша тауықтар мен қояндар саны бізге 15-ке тең. Екінші аяқтарының қосындысы тауықта 2 аяқ, қоянда 4 аяқ. 2х плюс 4y тең болады 44. Әрі қарай бастапқы жүйемізді 4-ке көбейтіп жіберсек, сол кезде шығады. 4х қосылған 4y тең болады 60. Екінші жолды өзін жазамыз. Енді бастапқыдан, яғни жоғарықтан төменге азайтып жіберсек, онда болады. Y-тер жойылып кетті. 2х тең болады 16. Х тең болады 8. Бұл тауық саны, яғни тауық. Қоян саны Y тең болады 15 болатын болса, жалпы саны 15-тен 8 алсақ 7 қоян. Бізде жауап А болады. Келесі төртінші есеп. Қорапта барлығы 85 шар бар. Оның 25-і қызыл, 23-і көк, 24-і сары, қалғаны ақ дейді. Қалғаны бізде сонда 23, 24, 25 барлығын қосып 85-тен азайтқан кезде 17. Так, 13. Яғни қалғаны 13, бұл ақ. Ақ түсті шарлар саны табылғаннан кейін, енді есепті әрі қарай жалғастыратын болсақ, бізде сары мен көк түсті шарларды алған кезде, яғни қанша рет алған кезде, ең көп қанша рет алғанда сары мен көк түстің шығу керектігін табуымыз керек. Ол үшін бізде ақ пен қызылдың қосындысын табамыз. 13 аққа 25 қызылды қосамыз. Сол кезде 38 шар бар. Екеуінің қосындысы. Енді біз 39-шы шарымызды алған кезде бізде міндетті түрде сары немесе көк түсті шарлар шығады. Сонымен жауап 38 қосылған 1. Кемінде 39 рет алуымыз керек екен. Жауабы Д.
Бесінші есепте құты мен стақанның жалпы сыйымдылығы құмыраның сыйымдылығына тең дейді. Яғни құты Q деп белгілесек, қосамыз оған стакан. Тең болады құмыраның сыйымдылығы, құмыраны құм деп жазсақ. Құтының сыйымдылығы стакан мен кесенің жалпы сыйымдылығына тең дейді. Яғни құты тең болады стакан мен кесенің сыйымдылығының қосындысына тең екен. Үш кесенің сыйымдылығы 3 кесе тең болады құмыраның сыйымдылығына тең дейді. Екі құмыраның, яғни екі құмыраға тең екен. Кесенің сыйымдылығын табуымыз керек. Жауаптарға қарасақ, яғни кесенің сыйымдылығын стакан бойынша есептеуіміз керек. Енді осы жерден құмыраның бастапқы теңдеуімізді құмыраның орнына мына екінші теңдеуімізді қоямыз. Сонда стакан қосылған кесе қосылған стакан тең болады құмыра. Енді осы жердегі мына үшінші теңдеуімізде құмыраның орнына мына теңдеуімізді қоямыз. Сонда 3 кесе тең болады 2 көбейтілген жақшада 2 стакан қосылған кесе. Жақшамызды ашатын болсақ 3 кесе тең болады 4 стакан қосылған 2 кесе. Енді кесені табатын болсақ 4 стаканға тең. Жауабы 4 стакан. Алтыншы есепке келетін болсақ, сыныпта жалпы 28 бала бар. Олардың 14-і вокалға, 10-і биге қатысады. Және 3 бала екеуіне де қатысады екен. Енді табуымыз керек, сыныпта ешқандай үйірмеге қатыспайтын бала саны қанша дейді. Жалпы 2 үйірмені шеңбер ретінде алсақ, бұның сыртында сыныптағы балалар санын тіктөртбұрышпен қоршаймыз. Бұл жалпы бала. Осы шеңбердің бірінші шеңберге вокалға қатысатын вокал деп жазып қояйық. Бұл жерге 14 бала қатысады екен. Енді 10 бала биге, екінші шеңбер би деп қояйық. Екеуіне де қатысатын, екеуіне қиылысқан аралығы 3 бала, екеуіне де ортақ. Сонда бізде тек вокалға ғана қатысатын бала санын анықтау үшін біз 14-тен 3-ті азайтамыз, сонда 11 болады. Енді тек қана биге қатысатын бала саны біз 10-нан 3-ті азайтамыз, сонда 7. Тек қана екеуіне де бұл жерде екеуіне де қатысатын жеке-жеке бала санын таптық. 11 бала деп астына жазсақ болады. Мұнда 7 бала. Сонда 11, 3, 7 үшеуін қосатын болсақ 21 бала үйірмеге қатысады. Жалпы үйірмеге 21 бала қатысса, сыныпта 28 бала бар. Енді сонда 28-ден үйірмеге қатысатын 21 баланы алсақ, 7 бала ешқандай да үйірмеге қатыспайды. Жауабы Б болады. 7-ші есеп. Кәсіпорын өз өнімдерінің 4-тен 3-ін экспортқа жіберді. Ал осы өнімнің 5-ші бөлігін өз жұмысшыларына таратып берді. Кәсіпорынның қоймасында өнімнің қанша пайызы қалды дейді. Жалпы кәсіпорын бізде X өнім шығаратын болса, оның 4-тен 3-і экспортқа кететін болса, экспортқа кетті. Бізде қанша қалды дейді. Сонда бізде 4-тен 1 бөлігі өзімізде қалды, яғни кәсіпорында қалды. Енді осы қалған өнімнің 5-ші бөлігін дейді, яғни 5-тен 1 бөлігін жұмысшыларына таратып берсе, өздерінде не қалады? 5-тен 4 бөлігі қалады. Сондықтан 5-тен 4-ке көбейтеміз. Сол кезде X бөлінген 5 немесе 0,2 X қалды біздің қолымызда. Сонда біздің қолымызда ол пайызбен алғанда қанша пайыз болады? 0,2 X ол жалпы X-тің 20%-ын құрайды. Жауабы кәсіпорында 20% өнім қалған. 8-ші есепте Мәди еңлік ләззаттар дүкенге барып 3 түрлі зат сатып алды. Енді есеп шартына байланысты кімнің не алғанын анықтауымыз керек. Ол үшін Мәди еңлік ләззат деп адам аттарын бірінің астына бірін жазсақ, келесі қатарға
заттарды жазамыз. Циркуль алыпты, транспортир алды және калькулятор алды дейді. Әрі қарай есеп шартына тоқталып, мәдидің сатып алғаны калькулятор емес дейді. Яғни мәди циркуль алуы мүмкін, немесе транспортир алуы мүмкін, бірақ калькулятор алмаған. Екі бағытта стрелка жібереміз. Ләззаттың сатып алғаны циркуль емес дейді. Яғни ләззат онда транспортир мен калькулятор алуы мүмкін. Сонда еңліктің сатып алғаны калькуляторда, циркуль емес дейді. Яғни еңлік не сатып алған? Еңлік транспортир сатып алған. Еңлік транспортир сатып алатын болса, онда мәди мен ләззаттан шыққан екі стрелка транспортирге қарай шыққан, олар бізге жарамсыз, керек емес. Сонда есептің жауабы өзі шығып тұр. Мәди циркуль алған, еңлік транспортир, ләззат калькулятор алған. Ондай жауап бізде А жауабы екен. 9-шы есепте 6 метр куб тақтайды 3 фирманың біреуінен алуымыз керек. Яғни кестеде берілген ағаш 1, ағаш 2, ағаш 3 деген фирмалар. Яғни ағаштар десе, оны Жағыласын айтып отыр ма, Дәуренбекті айтып отыр ма? Енді ағаштардан бірінші ағаш 1 компаниясы 1 метр кубты 37 мыңнан сататын болса, онда 6 метр кубты көбейтеміз. 6 метр кубты көбейтетін кезде бізде 200 қанша болады? 222 мың теңге шығу керек. Енді жеңілдіктерді қараймыз. Жеңілдік жоқ екен, онда бізге жеткізу үшін де ақша төлейміз, жеткізу үшін. Сонда 17.500 222 мыңға қосқан кезде 239 мың 500 теңге жұмсайды екенбіз ағаш 1 компаниясына. Ағаш 2 компаниясына да 40 мың теңге екен 1 метр кубы, 6-ға көбейтеміз. 240 мың теңге шығады. Енді егер жеңілдіктер бар екен, 200 мыңнан жоғары сауда жасасақ, онда бізде жеткізу тегін екен. Яғни 7500 теңгені біз төлемейміз. Сонда оған жалпы 240 мың теңге ақша жұмсайды екенбіз. Ағаш 3 компаниясында тағы да 6-ға көбейтеміз 38 мыңды. Сонда 228 мың шығады. Енді жеңілдіктер 230 мың теңгеден асса ғана болады екен. Бізде 228 мың, яғни жеңілдік ала алмаймыз. Сондықтан біз жеткізу үшін де оған 11 мың теңге ақша төлейміз. Сол кезде 11 мыңды қосқан кезде бізде 239 мың теңге шығады екен. Сонымен бізде ең арзан қайсына жұмсаймыз? Әрине ағаш 3 компаниясында 239 мың. А жауап болады. 10-шы есепке қарайтын болсақ, 3 балықшы бірнеше балық аулады дейді. Бірінші балықшы барлық ауланған балықтардың біреуін лақтырып, 3/1 бөлігін өзіне алған. Екінші балықшы қалған балықтан біреуін лақтырып жібереді, ол да 3/1 бөлігін алған. Үшінші балықшы да дәл сол сияқты әрекет жасайды, біреуін лақтырып жіберіп 3/1 алады. Сол кезде бізде шелекте 14 балық қалған екен. Яғни бізге бастапқы кезде қанша балықтың болғанын табуымыз керек. Ол үшін бұл есептерді соңынан басына қарай шығарған тиімді. Яғни қалған 14 балықтан бастаймыз. Бізде соңында 3/2 бөлігі қалады, өйткені ол үшінші адам 3/1 бөлігін алады. Сол кезде 3/2 бөлік қалды. Біз оны 14-ті керісінше 2/3-ке көбейтеміз. Сол кезде 21 шығады. Сосын лақтырып жерген бір балығы бар. Сонымен 22 болды. Осы шыққан 22-ні тағы да 2/3-ке көбейтеміз, өйткені екінші адам да 3/1 бөлігін алды. Сонымен бізде 33 деген сан шығады. Оның екінші адам лақтырып жүрген бір балығы бар. Соны қосқанда 34 балық. Бұл 34 балықта бірінші адамның қалған балықтардың 3/2 бөлігі, оны 2/3-ке көбейтеміз. Сол кезде 51 балық болады. Және де бірінші адамның лақтырып жүрген балығы бар. Жауап 52. Жалпы бізде 52 балық бастапқы кезде болған. Жауабы Б. 11-ші есеп. Математика пәнінен 10 емтихан тапсырған екен. Емтихан нәтижелері берілген. Бізге
арифметикалық ортасын табу керек. Арифметикалық ортасын табу үшін барлық 10 емтиханның нәтижесін қосамыз. Қосқаннан кейін барлығын 10-ға бөлеміз. Барлығын қосатын болсақ, бізде 342 шығады. 342-ні 10-ға бөлген кезде, кешіріңдер, 842. 84,2 шығады екен. Сонда арифметикалық ортасы 84,2. 12-ші есеп. 12-ші есепте m саны 36 мен 71-дің аралығында, бірақ 36 мен 71-ді қабылдамайды. m саны 6-ның еселігі болса дейді, 6 санына, онда қанша санды қоя аламыз дейді m-нің орнына. Ол үшін 6-ға бөлінетін сандар 36-тан кейін 42 бар, 48 бар, 54 бар, 60 бар, 66 бар. Міне, осы сандар 36 мен 71-дің аралығында орналасады. 36-ның өзін қабылдамаймыз. Сонда бізде 5 болады. 5 сан бар екен. Жауабы Е. 11-ші есепте жауап С болған еді. 13-ші есеп. Жүгіру жарысына 11 бала қатысқан. Талғаттың алдында келе жатқан адам саны Талғаттан кейін келе жатқан адам санынан 4 есе кем екен. Енді Талғаттың алдында келе жатқан адам санын x бала келе жатыр десек, Талғаттың өзі келе жатыр, қосылған. Талғаттан кейін 4 есе көп, 4x бала келе жатыр. Барлығы 11 бала. Осы жерден Талғаттың өзі бір адам болғандықтан 5x тең болады 10x тең 2. Демек, Талғаттың алдында 2 адам кетіп бара жатыр. Талғат сонда нешінші? Үшінші жауабы Е. Үшінші келе жатыр. 14-ші сұрақ. Бізде А бағаны мен Б бағаны салыстыру керек. А бағанының мәні Z-қа тең, Б бағанда К деген бұрыш берілген. Енді бірінші АБ мына жақта үшбұрыш берілген. Бірінші үшбұрыш бойынша үшбұрыштың мынандай заңдылығын қолданамыз. Кез келген ішкі 2 бұрышын қосатын болсақ, үшінші бұрыштың сыртқы бұрышына тең болады. Яғни x-қа y-ті қоссақ, бұл бізде z-ті білдіреді. Z-қа тең болады. Ал бізде k дегеніміз ол y минус 3-ке x плюс 2-ні қосқан кезде шығады. Тең болады k-ға тең. Енді осы жерден ықшамдайтын болсақ, x қосылған y минус 1 тең k. Енді z бен k-ны салыстырсақ, әрине z үлкен, өйткені x плюс z бүтін сан болса, одан кез келген санын бірді азайтсаң, ол бүтін сан өзінен кіші болады. Демек, z k-дан артық, ал баған бойынша a бағаны b бағаннан артық. Жауабы b болады. 15-ші есепте координаталық жазықтық сызуымыз керек, және де берілген нүктелерді белгілеуіміз керек. Енді біз координаталық жазықтық салсақ, x бұл y өсі болса, x өсі. Енді A нүктесі 0-де 3 дейді. 1, 2, 3 деп алсақ. Бұл бізде A нүктесі. Екінші, B нүктесі 0,5-те 2 дейді. Яғни 1, 2, 3 деп алатын болсақ, 0,5-те 2 деген координатамыз. 2, 1, 3. Бұл міне болады. B нүктесі. С нүктесі 1-де 2 дейді. Енді кешіріңдер. Бұл жерде B нүктесі мына жерде орналасса, С нүктесі осы жерде орналасады. Кейін бізде D нүктесі 0,5-те 1 дейді. 0,5-те 1 деген мына жеріміз. Бұл бізде D нүктесі. Келесі E нүктесі 1-де 0 дейді. 1-де 0 дегеніміз E нүктесі. Және соңғы 0-де 1 дейді. 0-де 1 дегеніміз мынау бізде F нүктесі.
басынан бастап қосатын болсақ нүктелерді А, Б, С, Д, Е, Ф. Енді ордината осіне симметрия деген, яғни Y осіне симметрия болған кезде бізде мына фигураны Y-пен беттестірген кезде мынандай бізде фигура пайда болу керек, яғни жұлдызша. Жауап жұлдызша пайда болады. 16-шы есепте 5х минус 3 42 болса, x бізде 9-ға тең болады теңдеуді есептеген кезде. Мына жерде 8x біздің мәні бізде x-ті одан 8 қойсақ 72. Демек, мына жағын сұрап тұр 108 деп, міне мына жақ 108. Бізге енді мына жақты табу керек. 15x деген жаңа 9-ға көбейтетін болсақ 135 градус болады. Мына жағы 180-ден алған кезде 45 градус, яғни жазық бұрыш бойынша алып тұрмыз. Сонымен біздің есептің жауабы 45 болады. 17-ші есепте себетте жұмыртқаның әуелі жартысын, одан кейін қалғанның жартысын, одан кейін қалғанның жартысын, ақыр соңында қалғанның тағы жартысын алып дейді. Егер себетте 10 жұмыртқа қалған болса, бастапқыда қанша жұмыртқа болды? Бұл есептерді қайтадан соңынан басына дейін шығарамыз. Яғни қалған жұмыртқа 10 болса, 10 жұмыртқа қалса, оның алдында сонда 20 жұмыртқа болған, өйткені жартысында. Ал 20 жұмыртқа болса, оның алдында 40 болған. 40-тың алдында 80 болған, ең соңында 80-дің алдында 160. Яғни 2 еселеніп отырады. Сол кезде есептің жауабы А болады. Бастапқы кезде 160 жұмыртқа болған екен. 18-ші есеп. Қасқыр өзінен 83 метр қашықтықтағы түлкіні 16,7-3 метр секунд жылдамдықпен қуады. Түлкінің жылдамдығы берілген 10,2-1 метр секунд жылдамдықпен қашады. Қасқыр түлкіні неше секундтан кейін қуып жетеді дейді. Енді қасқырдың бастапқы тұрған жері А нүктесі болса, түлкінің тұрған жері Б нүктесі болсын. Екеуінің арақашықтығы 83. Қасқырдың жылдамдығы 16,7-3 метр секунд. Енді түлкіні қуған кезде түлкі қасқырдан кейін наоборот, яғни 10 жаққа қарай қашады. Мына С нүктесі екеуінің кездескен жері, яғни қасқырдың түлкіні қуып жеткен жері болсын. Бұл аралық бізде әзірге белгісіз, оны X деп жазамыз. Енді түлкінің жылдамдығын жазып қойық. 10,2-1 метр бөлінген секунд. Енді екеуіне де уақыт ортақ болады. Қуып жеткендіктен, енді жолдың уақытын формуласы бойынша жолды жазып қойық. Т тең, яғни S бөлінген V. Екеуіне де ортақ болғандықтан, қасқырдың жүрген жолы 83 метр қосылған, тағы да ол X метр жүреді. Бөлеміз, оның жылдамдығы 16,7-3 метр секундқа тең болады. Түлкінің жүрген жолы X болады, оны бөлем түлкінің жылдамдығы 10,2-1 метр бөлінген секунд. Осы жерден пропорцияға алып есепті шығарған кезде біз X таба аламыз. X бізде пропорциямен шығарсақ 84-ке тең болады. 84 метр. Енді уақыт табу үшін мына бірінші немесе екінші теңдеудің біреуіне X-ті қоямыз. Яғни 84-ті бөлеміз. Кешіріңдер, 84 емес. Бізде X 147 шығады. Яғни 147 метр. Енді сонда 147 метрді 10,2-1-ге бөлген кезде бізде 14 секунд шығады. Жауабы 14 секундтан кейін қуып жетеді екен.
19-шы есепте n станок тапсырманы Т сағатта орындайтын болса, n-3 станок тапсырманы қанша сағатта орындайды дейді. Жалпы n станок Т сағатта, ал n-3 станок, яғни x сағатта. Енді станок саны бізде азайған сайын жұмыс уақыты көбейеді, бұны кері пропорциямен шығарамыз. Кері пропорция бойынша n-ді n-3-ке бөлгеніміз x-ті t-ға бөлеміз керісінше. Осы жерден x табатын болсақ, n-ті бөлінген n-3. Сонымен бізде жауап С болады. Келесі 20-шы есеп. ABCD параллелограмм берілген. N және M нүктелері параллелограммның қабырғаларының дәл ортасы. Енді бізге боялған бөліктің төртбұрыштың ауданын табу керек. Бұл жерде біз қосымша түзу жүргізсек, NM арқылы өтетін түзу жүргізген кезде, ол түзу параллелограммның AB қабырғаларына параллель болады. Сол кезде параллелограмм екі ауданға бөлінген. Параллелограммның қасиеті бойынша оның диагоналдары бірдей аудандарға бөледі. Яғни мынау S емес, бұны A деп жазсақ, мынау да A болады, мынау да A болады, мынау да A болады. Төменгі параллелограммда да болды. Барлығы екеуі бірдей болғандықтан A деп аламыз. Жалпы үшбұрыштың ауданы S болса, ол неше A-ға тең? 8A бар бізде. Енді боялған бөлік бізде S боялған тең болады бізде, ол 2A-ға тең. Енді боялған бөлікті табу үшін, енді бастапқы аудан бойынша тапқан кезде, ол S бөлінген 4 болады. Сонымен жауап А жауап болады.